ауылдың участкеге звондап, келіншегін кетіп қалып, балалар тастап кетті. Ол 4 баланы қарай ма, заңның артынан жүгіре ма, бала шағаның тәрбиесімен айналыса ма? Соттан звондады, айтты, келіншегіңізді тауып беріңіз бізге, айтсам, алименттің алиментке жазған деңіз жайына қалады дейді. Мен айттым, мен шаруам ба, оны іздеу деймін ба? Қарапайым азаматқа біреу туралы мәліметті алу мүмкін емес. Соңғы кездері жалғызбасты аналармен қатар, жалғызбасты әкелер туралы да жиі айтыла бастады. Бүгін біз осы санаттағы жандардың мәселесіне арнайы тоқталамыз. Құрметті спикерлер, қош келдіңіздер. Алдымен арнайы жазылып алынған бейне материалға зер салайық. Мен Айтан Мұқашев, 1987 жылы 12 қазанда дүниеге келдім. Осы Қостанай облысы Арқалық қаласы, Ақшытас ауылында. 2010-да үйлендім ғой. Енді біз 8 жылдай уақыт бірге тұрдық қой. 8 жылдай болып тұрғанымызға. Енді мен былай андай ауылдың ішінде жұмыс дұрыс болмады, кейін уже ақшасы аз болып, біз былай сырттайға жұмысқа барып, ана командировочный жұмыстарда жүрдім мен көбіне. Енді білмеймін, сол командировочный жұмысқа кетсем, Көкшетау жағында жүрдім мен, Рузайкудан районында. Сосын ауылдың участкеге звондап, жаңағындай келіншегін кетіп қалып, балалар тастап дейді. Сондықтан сол жұмысын тастап, қайттан ауылға тура келді, сол балаларын несін қарауға, нестеуге. Сол кеткеннен хабарсыз кетті ғой енді. Ол бір рет емес, екінші рет кеткен осы жолы вообще хабарсыз кетті. Ал бірінші кеткенде, сол бірінші кетті, одан хабарсыз жүрді, сосын ана бір Арқалықта бір подушкасы тұрады. Сол айтып жүрді, басқа біреумен тұрып жатыр, не істеп жатыр деді. Одан келді. Келгеннен сұрадым енді. Шындығыңды айт, болды. Өтірік айтумен болды, сонымен ұрдым, иә. Содан кейін қол көтерген жоқ, одан кейін мен жұмысқа кеттім, балалармен тұрам, ойбай, енді кетпеймін деген ол. Онысы қайталанды ғой, кеттім, балаларды тастап. Мен мына жақта сыртта жаңа Рузайкада жұмыс істеп жүрдім. Бастығым өзі Қостанайдікі ғой, Арқалыққа қалған кезде айтады, осындай мен Арқалыққа барайын деп жатырмын. Үйге ештеңе беріп жүрмейсіңдер ме деп. Сол арқылы ақшаны мен беріп жүрдім да. Енді балалар бар, тамақ бар, не бар деген сияқты. Сөйтсем ондай жөнді тамақ алмайды жаңағындай. Бояу анат, сыланат жаңағындай. Арқалыққа барып сөйтіп жүрген екен. Бояуынуға барып, жаңағындай сылануға барып. Сондай жағдай. Ауылда магазиндерде қарыз жағалайды. Олар қарыздармен берген жоқ. Соқытмен беріп жүрген ақшамды самал жинаған ба, сонымен кетті ғой енді. В нашем законодательстве нет такого термина, как... Зерттеу Қазақстан Республикасы президенті жанындағы әйелдер істері және отбасылық демографиялық саясат жөніндегі ұлттық комиссия бастамасымен жүзеге асырылды. Біріккен ұлттар ұйымының Қазақстандағы халық қоныстануы саласындағы қоры техникалық және қаржылық қолдау көрсетті. Орындаушы қоғам пікірін зерттеу орталығы. Қазақстанда соңғы 10 жылдықта алғаш рет жалғызбасты әкелердің саны және жағдайы бойынша зерттеу жүргізіліп отыр. Зерттеу барысында кәмелетке толмаған баланы өздері тәрбиелеп отырған 94 жалғызбасты әкеден сұхбат алынды. Олар түрлі себеппен жалғыз қалған. 29% жарынан айырылған, 71% ажырасқан. Жалғыз әкелер баласына ана, әйел мейірімі мен қамқорлығы жетпейтінін түсінеді. Бұл әсіресе қыз үшін аса маңызды. Өйткені қыз анасына қарап бой түзеп, еліктеп өседі. Мұндай жағдайда жалғызбасты әке дәл анасындай бола алмайды. Подружкасымен, дос қызымен көбірек араласты деп отыр ғой. Яғни бұл қыздардың арасында да ұйып отырған жақсы отбасыларға деген қызғаныш сезімдері болған кезде де ол сен ғана неге бақытты болуың керексің, сен де менің қатарыма қосылуың керексің деген сияқты. Ол өздерінің жаңағыдегі мына жігіттің сөзінде айтып отыр, бояу сояуға жұмсап деп, яғни бұл жаңағыдегі подружкаларының, яғни дос қыздарының әсері де қатты болуы мүмкін. Егер жеке тұлға өзіндік мақсаты, міндетін дұрыс білмеген жағдайда біреулердің ықпалына тезірек түседі. Мен бұл жерде мына келіншегінің бір
психологиялық жаңағыдегі нақты мақсат міндетінің жоқтығын көріп тұрмын. Осы себептер себеп болуы әбден мүмкін деп ойлаймын. Көңіл бөлетін жер бұл біздегі отбасы институтының қазіргі таңда өзінің бір дағдарысқа ұшыраған кезі. Біріншіден, екіншіден отбасы институтындағы мысалы тәрбие дейміз ғой. Бұрынғы біздің дәстүрлі тәрбие алмалы төкпелі кезеңнен бастап, мысалы 90-шы жылда ол бізде бөлініп қалды, ондай болмады бізде. Былай қарасаң 20 жыл бойы ондай тәрбиелік функция дұрыс орындалғанда жоқ десе болады. Жәнеден одан кейін бізде отбасын дайындауға байланысты бұрын мысалы шетелдерде сондай нелер бар екен. Мысалы қоғамдық ұйымдар бар. Яғни осындай келеңсіз жағдай болған кезде ер адам мен әйел адам өздерін қалай ұстау керек, одан тығырықтан қалай шығу керек деген сияқты ондай өздерінің бір дайындайтын курстар да бар екен. Бізде жоқтың қасы ондайды. Енді қазір шығып жатыр да, ондай отбасылық жаңағы қарым-қатынасты қалай жалғастыру керек, оны қалай не ету керек деген сияқты. Ондай бізде әлі дамыған жоқ. Бізде өзімізде мысалы дәстүрлі тәрбиені жақсылап көтеретін болса, ер азамат пен әйел азамат, онда ол басқаша болып жүр проблема. Қазір сондай бір құндылықтардың жоқ болуына байланысты болып тұрған бұл жерде. 4 жыл бойы ажыраспай істемей жүрдік. Енді мен мына жаққа келдім, мен жақта пропискам жөнді жоқ. Арқалыққа бардым, арқалықтан жаңағыдай неге розысқа неге берейін десем, олар айтады да, мына жаққа ол Астанада жүр, анау документін ауыстырып жатыр, біз розысқа бере алмаймыз дейді. Ажырасуға да не істей алмаймыз деп. Сонымен солай жүрдім ғой. Ол жаққа келсем, ол жақта дұрыс прописка жоқ, не жоқ. Сонымен солай жүрдік, 4 жылдай жүрдік. Қымбат Аманбаевна деген жаңа юрист кісі ғой. Сол кісі көмектесті жаңағындай. Ажырастырып, өзін естіп жаңа. Алиментке неге бердік деген. Бірақ алименттің несіне не жоқ. Одан кейін бір анау соттан звондады. Айтты, сен келіншегіңізді тауып беріңіз бізге. Айтса, алименттің алиментке жазған неңіз жайына қалады дейді да. Мен айттым, мен шаруам ба, оны іздеуге деймін да. Мен оны қайдан табамын деймін да. Осы бәлен жыл оны білмеймін да, қай жерде жүргенін. Осындай кезде қайдан табамын мен оны. Сонымен сол тоқтады ғой, алимент ештеңе жоқ. Жаңа кейіпкеріміздің әңгімесін естідіңіз. Сол жерде сотқа барған кезде айтыпты ол кісіге, сен әйеліңді өзің тауып алып келіп беруің керек деп. Осы мәселеге бір нүкте қойып жазақ. Бізде соттар қалай істейді? Егер де талаптанушы, яғни жалпы тілмен арызданушы сотқа қандай да бір арыз шағым талап ететін болса, онда ол құжаттарды апару керек. Қарапайым азаматқа қандай да бір біреу туралы мәліметті алу мүмкін емес. Ал егер де сотқа ол қағазды дәлелдемей әкелмесе, сот оны қарай алмайды. Сол себептен осы жерде бір жаңағы кейіпкеріміздің қиындық көріп жатқаны сол, оны жанайқай. Бүгінгі таңда мүмкіншілік бар, соттарда да бар. Неге өйткені қазір бар электронды туралы единая база. Бірақ заң бойынша оны талаптанушы алып келу керек. Түсінесіз бе? Мен толықтыра кетейін, айтып кетті жаңа, ол бізде судебный система дейді ғой, сот жүйесі алдына шайнап апарып беруің керексің мәліметті. Жаңа арызданушы талапкер дейді, жаңа жауапкер жаңағы жауап беретін жақ. Оның жаңа жауапкердің мекен жайы. Қай жерде жаңа біздің кейіпкеріміз айтып отыр, ана қаладан мына қалаға пропискасын ауыстырады, мынадан ауыстырады. Соны таба алмаймыз дейді. Соның жаңағы қарапайым адам, қара жұмыста жүрген адам. Қаяқтан табады? Ол соның бастығы ма? Болмаса бір полиция бөлімінің бастығы ма? База единая. Ол мысалы ол алса да ол заңсыз түрде болады. Өйткені ол ана жаңағы әйелінің өміріне қол сұғып жатқаны болады да, конституциялық құқығын бұзып алады. Көп адамдар соңына дейін табандылықпен күреспейді, осы мәселе көп жағдайда осы қалпында қала береді. Мысалы, өзі енді бұл кейіпкерімізді көріп отырмыз, есіне жаңағыдегі заңды сауатты болатын болса, бұл мәселесін біраз уақыттан бері шешіп алған болар еді. Бұл нағыз көмекті қажет етіп отырған. Мысалы, біз бұндай азаматтарды қолдап, өзінің жаңағыдегі
шын мәнінде бұл кісі жыртва болып отыр ғой, енді әйел тастап кетуге. Бірақ біз бұндайларға көмектесудің орнына шаршатамыз. Құжатын анадан анаға лақтырамыз, анадан ана. Сосын ол 4 баланы қарай ма, заңның артынан жүгіре ма, бала шағаның тәрбиесімен айналыса ма. Оның жаңағыдай жеткіншек қызы бар шығар. Оның мәселесінің өзі толық отбасыларының өзі де үлкен қазір мынау мәселе болып тұр қазіргі таңда да. Мысалы жаңағыдай суицидіңіз болсын, неше түрлі наркоманияңыз, алкоголизміңіз, жаңағы токсикоманияңыз болсын, өте қиын. Мысалы бұл сол кезде қашан бұл өзінің жаңағыдай құқығын ажыратып алады. Ол 4 баланы кім бағады сонда, кім жұмыс істейді? Сол тек ана соттың артынан жүгіріп жүретін болса. Біз алимент төлемейді. Бірақ жұрттар ойлайды, азаматтар, сотқа берсек, сот орындаушы түссе, бітті ана ақшаны өндіреді деп. Сот орындаушы ол қарапайым азамат. Ол қандай да бір сиқыр жасап, бір ақшасы жоқ, жалаң аяқтан ақшаны алмайды. Ол жоқтардан. Төлемеген борышкерлерді бізде екі әкімшілік құқық бұзушылықпен шара қолданамыз, қылмыстық кодекспен қамауға деген. Бірақ онда да оның өзінде қамамайды. Мен сізге түсіндірейін. Әкімшілік құқыққа қалай біз борышкер тарта аламыз? Әкімшілік құқық бұзушылыққа тарту үшін жауапкершілікке. Онда былай көрсетілген. Борышкерді азаматты не істеу үшін, шара қолдану үшін, ол борышкер сотқа қатысу керек. Борышкер, төлемей жүрген борышкерді сот орындаушы соттың алдына апарып беру керек. Мынау төлемей жатыр деп. Сот орындаушы оны апара алмайды. Неге апара алмайды? Өйткені ода қандай бір күш жоқ. Қолын көтермек түгіл, дауыс көтеруге болмайды. Түсінесіз бе? Борышкерді сотқа апара алмағаннан кейін ол әкімшілік құқық жауапкершілікке тарта алмаймыз. Өйтіп рейд кезінде апарамыз, көкелеп. Керек кезінде соттар бір күн қарайтын істер болады. Борышкерді керек болса әбетін дейін алып беретінбіз. Сот болады, күте тұр, осы жерде, әбетің. Неге өйткені бізге есеп беру керек. Міне, мынанша борышкерді біз шара қолдандық деп. Сөйтіп апарғанның өзінде миллион, 2 миллион қарызы бар борышкерге соттың беретін наказаниясы 10 000 теңге штраф. 2 миллион теңгеден құтылады бітті. Ол 2 миллион төлемеген үшін 10 000 теңге мемлекетке штраф. Оған штрафтың түкке де қажеті жоқ. Ол балаға төлемеген адамның үкіметке төлеттіріп міндеттеудің түк қажеті жоқ. То есть бұл система жүйені дұрыс болмайды деп жатқаным сол. Халық қызмет көрсететін жерге барып, жаңағындай документ тапсырайын десем, олар айтады, 3 жыл сен осында Астанада пропискада болуың керексің дейді да. Сол 3 жылдан кейін келіп, только сол кезде ғана очередке қоямыз дейді. Оған менің осы енді 1,5 жыл болды ма, пропискаға отырған 1,5 жыл болды, әлі 1,5 жыл күту керек, сосын бару керек та, очередке тұру үшін өзім бару керек. Былай үй мәселесі сол осы, қазір осы жер үйді снимать етіп жатырмын. 90 мыңға снимать етіп жатырмын. Сіздерге қаратағы сұрақ қойсам, еліміздің заңында жалғыз басты әке деген санат жоқ екен. Ол енді жалғыз басты әкелердің заңды мәртебесі, құқықтары мен міндеттері жалпы біздің елімізде нақты айқындалған ба? Осы жалғыз басты әкелердің осы құқықтық заңдық жағынан көп кереғарлыққа ұшырап жатқан себептері неде деп ойлайсыздар? Қандай да дәреже беру керек деген мен өз басым келіспеймін. Оған бала құқығы деп қараса жалпы. Неге өйткені бұл жерде әйел жаман болсын, балаға көмек керек. Неге балаға көмек? Біз конституциямызда көрсеткен, заңды негізде көрсеткен бала құқығы мемлекеттің кепіл береді. Алимент өндіру болсын, басқа болсын. Бала құқығы. Яғни бала құқығы болатын болса, біз ол жерге жаңағы әке шешеге сатыс беруге мен шектелмеуге баланың құқығы қай ортада өсіп жатыр, қалай күнін көріп жатыр. Соған байланысты мына бала мысалға
ұлы әкесімен тұрып жатыр ма, оны сол балаға көмек ретінде әкеге көмек түсіп берді. Ал әкеге 4 баламен өйткені былай жалғыз басты ана дейді, ол жерде көбіне анау 19-шы жылдар бізде алимент өндіріп атқарушылар көбейіп кетті. Неге? Жалғыз басты анаға жаңа өкіметтік көмек пособие алу керек. Искусственный қолдан жасалған жалғыз басты аналар көбейіп кетті. Сол себептен жалғыз басты деген статусқа мен өз басым кішкене келісіңкіремеймін. Рахмет. Енді мына мәселеге жаңа бала құқығы туралы айтып жатырмыз. Жалпы ажырасу салдарынан психологиялық қысым көретін негізінен бала. Бала үшін ажыраспай некені сақтау ол тіптен ауыр дүние. Өйткені екі тарапта психологиялық тұрғыда қашып кетеді. Сонда баланың толық емес отбасына өткен баланың психологиясы қалай болады? Қалай қалыптасады? Сол туралы айтыңызшы. Бұл ең бірінші ажырасу ең қатты ауыр тиетін балаларға. Балалар әкесін де анасын да жақсы көреді. Екеуін бөліп жарып қарай алмайды. Бірақ өкінішке орай біздің ерлі-зайыптылар өздерінің ішкі психологиялық мәселелерін балаларына салады. Мысалы, анасы әкесі шығып кеткенде әкесін жамандай бастайды. Ал әкесі сырттан келген кезде әкесінің бір жақсы сөзін естіп, болмаса жаңағыдегі қарым-қатынасын көргенде баланың ойында бір шатасу басталады. Анам солай деп айтты ғой, бірақ мен әкем өзіме жақсы сияқты деп. Көп жағдайда бұл шын мәнінде екеуі мәселелерін мүлдем келісе алмайтын жағдайда, енді мүмкін емес ары қарай өмір сүруді жалғастыра алмаймыз деген жағдайда балаларға психологиялық дайындау жұмыстарын жүргізу керек. Сондықтан қазіргі ата-аналарға айтатыным, баланы алдын ала ажырасуға дайындау керек. Келісім болу керек. Қазіргі бұрынғы әлде де біздің сондай азаматтарымызға көп жағдайда білім жетіспей жатады. Психологиялық, құқықтық, медициналық барлық жақтарын білім жетіспей жатады.